Мереке студенттер, сіздерді көргеніме қуаныштымын. Сіздермен бірге Гиппократ. Бүгін біз жүктілік туралы айтамыз. Именно апайдың сұрайтын нәрсені айтамыз. Мысалға ертең гинекология, акушерия болады ғой. Сол кезде сіздер осы жүктілік береміз туралы өтесіңдер. Сол кезде нені білу керек, жалпы нені қайта-қайта сұрай береді, сол туралы айтатын боламын. Осыны білсеңіздер, сізде жалпы жүктілік туралы база болады уже. Жүктіліктің 3 триместрі бар. Алғашқы триместр 0-12 аптаға дейін, 12 аптаға дейін алғашқы триместр деп айтамыз. Одан кейін 13 аптадан 26 аптаға дейін екінші триместр, одан кейін 27 аптадан 48 аптаға дейін ол үшінші триместр. 37-38 аптада бала жүктілік аяқталады, бала туылады, соны білу керек. Әрбір триместрге тоқталайық. Мысалға бірінші 0 мен 12 аптаға келсек, бұл бірінші триместр, бұл кезде жасалатын диагностикалық методтар ең бірінші УЗИ жасалады, анықталады. Бірінші біз плодты анықтаймыз, жалпы жүктілік бар ма, жоқ па, одан кейін ХГЧ-ны анықтаймыз, тест тапсырады. ХГЧ алғаш сол 6-8 күндерінде, уже жүктіліктің 6-8 күндерінде уже анықталады. ХГЧ-ның ең жоғарғы мөлшері осы бірінші триместрде болады. ХГЧ өте көп бөлінеді. Ол қалай бөлінеді деген сұраққа жауап берейік. Бізде фолликула деген бар ғой, мына әйел адамда дамитын фолликула деген болады. Ол фолликуланы дамытатын, фолликуланы стимулдайтын гормон болады. Сол фолликула мына менструалды цикл бойынша дамып келіп, овуляция деген болады. Мына фолликула жарылады да, ішіндегі яйцеклетка шығады. Түтік арқылы мына жатырға қарай жүреді. Сол кезде мына фолликула жарылды ғой, яйцеклетка шығып кетті. Қалған фолликула бар ғой, оны немесе клетка тека деп айтады. Сол клеткалар бірге қосылып сары денешікке айналады. Түсінікті ғой? Сары денешік 14 күндей өмір сүреді. Ұрықтану керек та, ал егер 14 күннің ішінде ұрықтанбаса, сары денешік ақ денешікке айналады да, организмнен тоже шығып кетеді. Уже функциясын атқармай қалады. Келесі, осы бірінші триместрінде жүктіліктің өту барысына тоқталсақ, осы кезде жүктілік бала дамып бастайды. Одан кейін ХГЧ-ның рөлін айтайық. Жалпы ХГЧ гормоны тоқталайық. ХГЧ гормон плацента бөледі. Оның бірнеше қызметі бар. Бірінші қызметі манаға ананың денесі бар ғой, организмі бар ғой. Сол организмге ХГЧ былай әсер етеді. Ең біріншіден иммунитеті төмендетеді. Сол арқылы манаға плод бар ғой, бала, соған иммунитет қарсы жүрмеу үшін. Яғни иммунитет осы ұрықты иноагент деп санап қалып, оны жоймау үшін ХГЧ-ны плацента бөледі деп айттым. Бұл жаңа баланың өсуіне, дамуына қолайлы жағдай тудырады, бұл айтқанда. Екінші триместрде тоже УЗИ жасаймыз, тройной тест, манаға инфекция. Мысалы, краснуха болса, студенттер әйел адамда жүктілікте, онда ол балаға әсер етуі мүмкін, қандай да бір деформация болуы мүмкін. Тағы бір нәрсе, екінші жүктілікте ол мынағы глюкоза толерантты тест жасайды. Яғни мамасында гестационда диабет бар ма, жоқ па, соны анықтайды. Так, үшінші триместрінде уже біз тағы УЗИ жасаймыз, одан кейін баланың жүрегінің соғуы УЗИ жасалады, одан кейін КТГ жасалады, одан кейін доплометрия жасалады, осылар жасалады. Үшеуі. Жалпы студенттер осыларды көп сұрайды, қайталап сұрай береді, осыларды жақсы біліп алыңыз. Магний сульфаты, магнезия, потому что бұл давление төмендетеді, одан кейін судорогының алдын алады деп айтасыздар. Осылай айтсаңыздар, өздеріңізге пайдалы. Давление тағы не төмендетеді деп сұраса, нифедипин айтыңыздар, кальций блокаторы, нифедипин тоже давление төмендетуді жақсы қолданамыз. Основной лечение магнезия сіздерде. Түсіндіңіздер деп ойлаймын, студенттер. Егер пайдалы болса, видео лайк басып жібереміз, коммент жазып жібереміз. Видео қысқаша болды. Қысқа нұсқа айтып кетуді жөн көрдім. Қазір сіздер ұзақ видеоны қарамайсыңдар.